1950 жылы ашылған Алматы мемлекеттік бизнес колледжі көптеген мамандарды тәрбиелеп қанаттандырды. Бүгінде Қазақстанның түпкір-түпкірінде еңбек етіп жатқан колледж шәкірттері өздерінің алған білімдері мен біліктіліктерін толық дәлелдей алды. Алматы мемлекеттік бизнес колледжі мемлекеттік білім беру тапсырысы және ақылы білім беру қызметі аясында бухгалтер-кассир, бухгалтер, мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, мерчендайзер, маркетолог, банк операциялары жөніндегі менеджер, бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушы, наубайшы, кондитер, техник-технолог, аспазшы мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын іске асырады. Біздің студенттеріміз халықаралық, республикалық, қалалық колледждер арасында әртүрлі жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алуда. Тәрбие үрдісінің негізгі бағыттарының бірі дене тәрбиесі, салауатты өмір салты болып табылады. Біздің студенттер оқудан бос уақытында спортпен белсенді айналысады. Білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру және студенттердің кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру мақсатында халықаралық ынтымақтастық аясында шет мемлекеттерде өндірістік тәжірибені ұйымдастыру бойынша колледжде белгілі жұмыстар жүргізілуде. Колледж дуалды оқыту жүйесі бойынша 20 кәсіпорынмен ынтымақтасады. Бүгінгі таңда 508 студент дуалды модульдік оқыту моделі бойынша 3 мамандық бойынша білім алуда. Жас маман жобасы аясында колледжде жаңа креативті бағыт пен заманауи дизайны бар 6 жаңа оқу зертханасы ашылады. Жатақхана бұл студенттің екінші үйі, әдемі интерьермен жабдықталған бөлмелер. Мұның бәрі колледж студенттері үшін. Ең үздік колледж – бизнес колледж.